Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен 60 мемлекеттің ағылшынша атауларын айтып үйренеміз және олардың аталу ерекшеліктеріне тоқталамыз. Егер қазақша мемлекет атауы және оның ағылшынша аудармасына ғана тоқталатын болсақ, олай қызық емес сияқты. Сондықтан қазір менің алдымда ноутбук, онда Jetpunk деген сайт ашып қойдым. Сонда тулар көрсетілген және біз сол тулар арқылы мемлекеттің атын анықтап үлгеру керекпіз. Және онда 20 мемлекеттен беріледі. Сол 20 мемлекетті 4 минут ішінде жазып үлгеруіміз керек. Солай қарастырған қызығырақ сияқты. 20 ту, тағы да 20 ту және тағы да 20 тулар көрсетіледі. Сонда 3 рет ойнаймыз. Сонда барлығы 60 мемлекетті бүгін сіздермен қарастырамыз. Уақытты созбай ойынды бастайық. Сонымен бірінші тұрған мемлекет Америка құрама штаттары, The United States of America. The United States of America, немесе қысқаша айтқанда The USA деп жазсақ, міне United States. Келесі Ұлыбритания, The United Kingdom. The United Kingdom, қысқаша айтқанда The UK. Келесі Аустралия туы. Аустралия ағылшынша, қазақша атауына ұқсас Australia. Келесі Қытай. China. Кейбір адамдар қателесіп Чина деп айтады, бірақ дұрыс атауы China. Бразилия, ағылшынша Brazil. Екінші буынға түседі Brazil. Келесі ту Франция. France. Нидерланды, немесе басқаша атауы Голландия, ағылшынша Netherlands. The Netherlands. Ресей, Russia. Италия, Italy. Бірінші буынға түседі Italy. Келесі Ирландия, Ireland. Норвегия, Norway. Грекия, ағылшынша Greece. Канада, Canada. Келесі Ямайка, ағылшынша Jamaica. Жапония, Japan. Екпін соңғы буынға түседі Japan. Келесі Mexico. Дыбыспен аяқталады. Және Израиль. Оңтүстік Африка Республикасы. Оңтүстік сөзі South African Republic. Онда қызыл, ақ, көк. Сонда колониялаған ақ нәсілдердің бейнелейді, және мұнда қара сондағы қара нәсілді бейнелейді. Келесі Швеция ағылшынша Sweden. Соңғысы Иран. 4 минут болмай, тіпті 3 минут болмай аяқтап шықтық. Енді келесі 20-лық тулар. Мінеки Start Quiz. Испания туынан басталған, ағылшынша Spain. Келесі Германия, Germany. Мұнда G әрпінен кейін I әрпі тұр, ондай жағдайда G болып дыбысталады. Germany. Аргентина туында, Аргентина сөзінде де дәл солай, онда да G әрпінен кейін I кездеседі, сондықтан ағылшынша Argentina деп айтылады. Argentina. Австрия, Austria. Cambodia. Келесі Чили туы Чили. Келесі Кипр мемлекетінің ағылшынша атауы, орысша қазақша атауына ұқсас емес, Cyprus деп аталады, ерекшелеу аты. Cyprus. Дания, Denmark. Швейцария, Switzerland. Келесі Исландия, Iceland. Бұл мемлекеттің көк түсі мұхитты бейнелейді, ақ түсі мұздықтарды, мұзда қарды бейнелейді, ал
қызыл түс сол аралда орналасқан жанартауларды бейнелейді. Өте қызық. Мұнда Индия солай бола береді. Финляндия туы, Финланд. Оңтүстік Корея, оңтүстік сөзін жаңа біз қарастырдық. Оңтүстік Африка мемлекетінде оңтүстік сөзі South Korea. Келесі Таиланд, TH-тен басталды, Thailand. Түркия, Turkey. Украина, Ukraine. Мұнда көк түс аспанды және сары түс бидай егістігін бейнелейді. Келесі бұл ту Уругвай болу керек. Уругвай. Келесі ту Вьетнам, оңтүстік шығыс Азия мемлекеті. Вьетнам. Келесі Тайвань. Келесі Сауд Арабиясы. Saudi Arabia. Жақсы, бұл 20-лықты да аяқтадық. Енді 3-ші 20-лық. Оңтүстік Америка мемлекетінен басталған, бұл Венесуэла туы болса керек. Венесуэла. Келесі Албания. Келесі ту оңтүстік Американың солтүстігіндегі аралдары Тринидад Тобаго болса керек. Trinidad and Tobago. Келесі ту Ауғанстанның жаңа туы Афганистан. Келесі Бутан, BH-тен басады. Бутан. Колумбия, ағылшынша Колумбия. Египет, Egypt. Мұнда да G әрпінен кейін Y кезескен. Егер G әрпінен кейін Y болатын болса, G болып дыбысталады. Egypt. Ал египеттіктер Egyptians болады. Egyptian. Келесі Грузия, Georgia. Дәл Америка құрама штаты сияқты жазылады және айтылады Georgia. Келесі Лебанон. Лебанон болу керек. Лебанон. Келесі Пакистан. Шри-Ланка. Келесі Либия. Малайзия, да? Малайзия туы Малайзия. Солтүстік Корея, North Korea. Бангладеш. Сингапур. Панама. Оңтүстік Америка мен Солтүстік Американы байланыстырып жатқан. Панама. Бұл Африкадағы мемлекет Танзания болу керек. Танзания дұрыс. Және үстінде ақ, астында қызыл Польша. Ағылшынша Poland. Егер керісінше болса, онда Индонезия. Мұнда Кения, Африка мемлекеті. Сонымен біз 60 мемлекетті қарап шықтық. Осы сайтта басқа да ойындар бар. Неше түрлі әлем бойынша барлық мемлекеттердің аттарын жазып шығу ойыны да бар. Мына сайттан қарап өздеріңіз ойнап көрсеңіздер болады. Өте қызық. Қаласаңыздар осы ойынды бірге ойнасақ болады. Мұнда 15 минут ішінде 196 мемлекет атауын жазып үлгеру керек. Және әрбір жазған сайын осы картада пайда болып отырады. Және мұнда континенттермен бөлініп отырады. 6 континент бойынша. Қазір бір-екі мемлекет жазып көрейік. Қазақстан. Міне, мұнда шықты. Және мұнда Азия бөлігінде, Азия континентінде шықты. Осылай. Russia, China, Mongolia,
Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. Осылай жақындатып қарап жазуға да болады. Егер қаласаңыздар бірге өтейік, мен бірақ 196 мемлекет 15 минутта жазып үлгерген жоқ. Өйткені кейбір мемлекеттердің аттарын ұмытып қалдым, әсіресе аралдарды. Мұнда орналасқан кейбір аралдары және осында Үнді мұхитында, Тынық мұхитында орналасқан аралдарды әлі толық меңгерген жоқпын. Бірақ сіздер комментарийге жазатын болсаңыздар, бірге қарап жазып көрейік. 15 минут ішінде мемлекеттерді сөйтіп барлық 196 мемлекеттің атауын қарастырып, 196 мемлекет атауына тоқталып шығатын боламыз. Сонымен достар, осымен видео тәмам. Егер видео кішкене болса да пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар және каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер. Өйткені менің YouTube аналитикамнан қарағанда 51% көретін көрермен тіркелмеген. Сондықтан каналға тіркеліп қойыңыздар. Және жаңа видеолар шыққады әлі, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше, бай!